Тау кенісіне саналы ғұмырын арнаған азаматтардың абыройы асқақ, мәртебесі биік. Бүгінде еселі еңбегімен табыс тайқазанын тасытып отырған үздіктердің қатарында Қазақмыс корпорациясына қарасты номер 70-ші шахтының бригадасы көш бастап тұр. Атап көрсетерлігі, бригадада сайдың тасында іріктелген кәсіби мамандар жұмыс істейді. Қазақстанның еңбек ері Тұрсынбек Мәкішев басқаратын бригада жоғары нәтиже көрсетуін үздіксіз жалғастырып, өзгелерге үлгі болып келеді. Көпшілік номер 70-ші шахтаның кеншілерін жұлдызы жанған ұжым деп есептейді. Себебі мұнда омырауына орден мен медаль таққан кен өндірісінің озаттары еңбек етеді. Еңбекеленген ердің бірі Қуанышбек Ибрахим. Бүгінде ол 3-2 дәрежелі кенші даңқы төсбелгісінің иегері. Еңбек өтілі 30 жылға жуықтаған бригадир Қазақстанның еңбек ері Тұрсынбек Мәкішевтің шәкірті. Ол тауда ұстазының орнын басып, бригаданың басшылығын қолға алды. Осылайша номер 70-ші шахтада ұрпақ сабақтастығы салтанат құрды. 2005-тен бастап осы проходчик болып жұмыс істеймін. Міне 20 жыл болды ғой. Осы проходчик болып, осының ыстығына да суығына да көріп, енді жағдайымыз жаман емес. Осы шахтың арқасында, осы жұмыстың арқасында бүкіл үйде де жағдайым жасалынып жатыр. Еңбек еткен адам енді жаман болмайды ғой. Қазақстанның еңбек ері Тұрсынбек Мәкішев те осы бригаданың қазанында қайнаған білікті бригадир. Ғұмырының 35 жылын кен өндірісіне арнаған майталман кенші. Ол өзінен кейінгі буынға бағыт беріп, жол сілтеуден жалыққан емес. Біз жолымызды берсін дейміз ғой, қазақ айтады ғой, өркені кішіге жолымызды берсін. Бұл айтқанда біз 3 буын қой сонда. Әлиасқар ағамыз 60-тан асты, мен 50-ден астым. Қуанышбек ағамыз 40-тан асты. Сол енді неме сәттілік тілеймін. Әрқашан жұмысымыз ағаларының көргенін, білгенін әрі қарай жалғастырады ғой. Кеншінің жұмысы енді ауыр жұмыс қой. Жауапты жұмыс, ауыр жұмыс. Бірақ істеу керек. Өндіріс бұл керек. Мемлекетімізге керек, халқымызға керек. Сондықтан бар жақсылық тілеймін ұжымға. Озаттардың көшін бастаған бригада кеншілері кешегісі мен бүгініне құрметпен қарайды. 1997 жылдан осы учаскенің бригадирі болған Әлиасқар Айманов білікті үңгілеушілермен еңбек етіп, оң көрсеткіш көрсетуге бар күш-жігерін салды. Содан кейін жұмыстың оңы басталды. Бригада керемет болды. Бүкіл жерде бірінші орын алдық. Неше түрлі грамота алдық, премия алдық. Содан кейін Құдай қаласа осы атақтарға ие болдық. Жұмыс барысында өзара қолдау көрсетіп, бір-бірінің қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарайтын бригаданың кәсіби шеберлігі жетістікке жетудің басты кепілі. Ұжымдық еңбек пен бірлік табыстың кілті. Үздік бригада жетістігі өндірістегі басқа жұмысшыларға үлгі, ал өндіріс жолын жалғаған 3 буын үшін бұл өмір тарихы. Алтынгүл Төлегенова, Нұрлат Қоныспай, Ерасыл Ижанов, Ақшам телеарнасы, Сәтбаев.